Ең үлкен қателіктердің бірі ол бірінші банкке келмей, алдын ала мақұлдама қағазын алмай, жүгіріп барып үйді іздеу, үйге сөйлесіп, үйдің алдын ала ақшасын беріп қойып, онымен қоймай еще бағалауды жүргізіп қою, оценка жүргізіп қояды ондай пысық адамдар. Ең бірінші банкке келіп, алдын ала мақұлдама қағазын алу керек, одан кейін барып үйді іздеу керек. Өйткені ондай жағдайлар болды, адамдар іздеп, тауып қойып, барлығын жасап қойған, ал енді банкке келген кезде банктен алдын ала мақұлдама бермеген. Сондықтан сондай қатеден сақ болыңыздар. Бірінші үйді іздемек бұрын банкке келіп, алдын ала мақұлдама қағазын алу керексіз. Сосын барып іздеу керек. Баршаларыңызға сәттілік. Егер де ипотека бойынша бүкіл хабардар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.